Бәріңе сәлем. Қазір жаңа жыл қарсаңы. Жаңа жыл жақындаған кезде барлығы не істейді? Әрине, бірінші өткен жылға қорытынды жасайды, одан кейін жаңа жылға жаңа мақсаттар құрып бастайды. Осы видеода мақсат құрудың маңызын, не үшін мақсат құру керек және қалай құру керек, және де мен мақсатты қалай құрамын, сонымен бөліскім келіп отыр. Пайдалы болса, соңына дейін көрсек болады. Жалпы мақсат құру ол өмірдегі ең маңызды бөлік деп санаймын. Мақсатсыз өмір тең мәнсіз өмір. Егер біз мәнді, мағыналы өмір сүргіміз келсе, өмірімізде мақсат міндетті түрде болу керек. Көбіміз мақсаттың маңыздылығын білеміз, түсінеміз, бірақ мақсат құрмай жатамыз. Екінші адамдар болады, мақсат құрады, бірақ оны орындамай жатады. Енді үшінші адамдар болады, мақсатты да құрады, және де оны да орындайды. Статистика бойынша 60-70% адам ол мақсатсыз өмір сүреді екен, яғни мақсатты құрмайды да, және оны орындамайды, өмірдің бір ағынымен өмір сүреді. Енді келесі 20-30% олар мақсат миларында жүреді, бірақ жазбаша түрде олар жазбайды и орындамайды. Өйткені қағазға жазылмаған нәрсе ол орындалмайды. Сондықтан мақсат құру кезінде міндетті түрде қағазға жазу керек, немесе приложенияларға жазу керек деген сияқты, ол міндетті түрде жасалу керек нәрсе. Келесі 3% ол мақсатты жазбаша жазады, құрады және де оны орындайды. Бұл әлемдік зерттеу бойынша жасалған статистика, яғни 3% олар ең керемет адамдар болып тұр. 20-30% біздің миымызда мақсат жүреді, бірақ оны ұмытып кетеміз, орындамай жатамыз. 60-70% мүлде мақсатты ойламайды. Сондықтан да енді осы видеоны көріп отырған адамдар 3%-дің қатарына қосуларыңыз келсе, міндетті түрде соңына дейін көріп, жалпы менің тәжірибеммен танысып, өздерің де осы видеодан кейін жаңа жылға жаңа мақсат құрып бастайсыңдар деп сенем. Тек қана құрып емес, оны міндетті түрде орындау керек болады. Сондықтан өмірде жетістікке жеткіміз келеді десек, міндетті түрде мақсат құру қажет. Ол мақсаттан кейін ары қарай жоспарлау кетеді. Жоспарлаудан кейін әрине ол әрекет кетеді. Сондықтан да өмірде белгілі бір деңгейде жетістікке жеткілерің келсе, бір нәрсе жасағыларың келсе, міндетті түрде оны мақсатсыз, жоспарсыз бастамаңдар. Енді мақсатты қалай құру керек, соған тоқталсақ, ең бірінші өткен жылға толық анализ жасалу керек. Яғни біз өткен жылға қорытынды жасамай, келер жылға нақты мақсаттар құра алмаймыз. Сондықтан да ең бірінші біз өткен жылы не істедік, не істей алмадық, қандай қателіктер кетті, қандай жетістіктерге жеттім, келер жылы нені қайталамау керек, яғни қандай түйін, инсайт алдым, сабақ алдым, осының барлығына толық анализ жасалу керек. Одан кейін барып, уже келесі жылға мақсаттар құруға дайындықты бастаймыз. Енді мақсат құратын кезде екінші ескеру керек нәрсе, ол мақсат қалау түрінде қалмау керек. Яғни мақсат ол қалау емес, мақсат арман емес. Мақсат міндетті түрде цифрмен өлшену керек. Және де ол шынайы болу керек, қол жететін мақсат. Үшінші нәрсе ол әрине нақты бір дедлайны болу керек. Егер нақты дедлайн болмаса, біздің мақсатымызды ұмытып кетеміз, орындамай қоямыз деген сияқты. Сондықтан да ол нақты өлшенетін, шынайы және де белгілі бір уақыты бар, мерзімі бар мақсат болу керек. Мысалы, мен жүзгім келеді деген ол жай ғана қалау арман. Егер жүзгім келеді деп жүре берсек, біз оны орындамаймыз. Ал егер нақты 6 айдың ішінде мен жүзуді үйренуім керек, сол үшін мен ай сайын 4 рет мен жүзуге барамын деген нақты өлшенетін, шынайы дедлайнмен бекітілу керек. Міндетті түрде мақсат сосын жазылу керек. Ол жаңағы нақты дедлайнмен, цифрмен өлшенгеннен кейін міндетті түрде қағазға немесе осындай приложенияларға жазып қоюға болады. Ол жазылмаған мақсат, орындалмайтын мақсат. Миымызда ғана сақтау ол қате. Келесі, үшінші ескеру керек нәрсе, мақсаттың да мақсаты болу керек. Яғни мен бұл мақсатты не үшін қойып жатырмын деген сұрақты қоя алуымыз керек. Біреу мақтасын деп па, әлде біреуге дәлелдеу үшін ба, әлде біреулер қойып жатыр ғой, мен де қоя салайын деген оймен қойып жатырмыз ба. Яғни нақты мақсаттарды қойып жатқан кезде бұл нәрсе маған не үшін керек, бұл мақсатты мен не үшін орындауым керек деген сұраққа жауап ала алуымыз қажет. Мысалы, жаңағындай жүзуді бекіттік делік. Мен апта сайын 1 рет жүзуге барамын, 6 айдың ішінде жүзуді үйренемін, бірақ түбінде не үшін деген сұрақ туындайды. Егер біз не үшінді білмесек, біз ол мақсатты ұмытып кетеміз, немесе бастаймыз да соңына дейін алып бармаймыз. Көп жағдайда біз мақсатты әдемі жазып қоямыз да неге орындамай жатамыз? Өйткені түбінде оның не үшін деген мақсаттың да мақсаты болмай жатады.
бастаймыз, қойшы деп ерініп тастап кетеміз. Сондықтан да соңында оның да бір алып барар мақсаты болу керек. Мысалы, не үшін мен жүзуге барғым келеді деген сұрақ қоямыз. Не үшін мен апта сайын баруым керек, уақытым кетіруім керек деген сияқты ойлар болады. Әлде сен оны біреуге дәлелдеп, мен жүзуге барып жүрмін деп мақтану үшін айтқың келе ма, жазғың келе ма, орындағың келе ма деген сұрақ туындайды. Әрине, жүзуге мысалы не үшін адамдар барғысы келеді, бару керек. Кейде адамдар қалап барады, денсаулығым үшін деп, кейде мәжбүр болып баратындар да бар. Мысалы, не үшін жүзуге барғым келеді? Оның түбінде ол адамның белі ауруы мүмкін. Мен белімді толық емдету үшін жүзуге барамын. Яғни осындай себеппен, осындай не үшін деген сұраққа жауап алу арқылы мақсат қоятын болсақ, біз міндетті түрде оны бастап соңына дейін алып барамыз, орындауға тырысамыз. Одан кейін төртінші нәрсе, мақсат қойған кезде классификацияға бөлу керек. Мысалы, мен өзім классификацияға бөліп қоям. Материалдық мақсаттар, материалдық емес мақсаттар, жұмысқа қатысты мақсаттар, дамуға қатысты мақсаттар, жеке өмірге қатысты мақсаттар, саяхатқа қатысты мақсаттар деген сияқты 6 топқа бөлем. Сол сияқты сендер де өздеріңе қатысты, өздеріңе келетін классификацияға бөліп тастасаңдар болады. Мысалы, ұбт-ға қатысты мақсаттар, оқушы болсаңдар, студент болсаңдар, жұмысқа қатысты, оқуыма қатысты мақсаттар деп қойсаңдар болады. Мысалы, рубежкадан 90 плюс жабу, сессиядан 95 алып, ПВШ-қа алу деген сияқты мақсаттарыңды қойсаңдар болады. Яғни классификацияға бөлу ол сендерге бір толық бір түсінік алып келеді. Яғни сендерде орысша айтқанда ясность дейді ғой, сондай пайда болады. Яғни мынау бойынша мен мынаны істеуім керек, мынау бойынша мынаны істеуім керек. Яғни барлық өмірлеріңдегі сфераға толық фокус қоюға әсер етеді. Мысалы, сендер барлығын тізіп просто бір бетке жаза беретін болсаңдар, бір мақсатты орындаулары мүмкін, бір мақсатты мүлдем ұмытып кетулері мүмкін. Яғни қай жаққа көбірек фокус қойып жатқандарыңды, уақыт көбірек бөліп жатқандарыңды анықтай аласыңдар. Егер жұмыс бойынша мақсаттарың орындалып жатса, значит сен жұмысқа көбірек көңіл бөліп жатсың. Жекеге қатысты мақсаттарың орындалмай жатса, мен жеке өзіме көңіл бөлмей жатыр екем деген ойлар пайда болады. Сондықтан да классификацияға бөлу де өте пайдалы. Ары қарай қай өмірлерінде қай сфераларын қандай түрде, қандай деңгейде дамып жатқандарын көре аласыңдар. Одан кейін бесінші мақсат құрғаннан кейін классификацияға бөлеміз, барлығы керемет күшті. Одан кейін жоспарлаймыз, әрекетке көшеміз, ол міндетті түрде. Одан кейін мақсатты құрғаннан кейін өте маңызды нәрсе, бірақ көбісі жасауды ұмытып кететін, ол мақсатты әр ай сайын, апта сайын, күн сайын еске түсіріп отыру. Біз қайталап мақсаттарымыз еске түсірмегендіктен кейде қандай мақсат қойғанымызды ұмытып кетеміз, оны орындауды да ұмытып кетеміз. Сосын барып жаңағы блокнотымызды ашқан кезде, ойбай, мынандай мақсат қойып едім ғой, неге мен орындамадым деген сұрақтар туындайды. Сондықтан да міндетті түрде әр ай сайын, кемінде әр ай сайын блокноттарыңды ашып, немесе приложение жасаңдар, соны ашып, так, мен қандай мақсат қойып едім, мына мақсатты орындап жатырмын, мына орындалмай жатыр деген сияқты өз-өздеріңе есеп беріп отырыңдар. Айына бір рет менің кеңесім, қандай мақсат қойдыңдар, егер орындалса галочка қойыңдар, орындалмаса в процессе деген сияқты жазып қойсаңдар болады. Егер бас тартылатын мақсаттар да болады, кейде бас тартып сызып тастауға болады, мен мынаны орындамаймын, себебі осындай деген сияқты. Мысалы, менде де сондай мақсаттарымды әр ай сайын қарап отырамын, қайсы қандай деңгейде келе жатыр, неге оны мен орындамай жатырмын деген сияқты ай сайын өз-өзіме анализ жасап отырамын. Егер ай сайын осылай өз-өздеріңе анализ жасап отырсаңдар, жылдың қорытындысын да жасау оңай болады. Одан кейін әр жылда бір нәрсеге фокус қоюға кеңес беремін. Яғни 2025 жыл денсаулығыма фокус қоятын жыл, 2026 жыл дамуыма фокус қоятын жыл, 2027 жыл жеке өміріме фокус қоятын жыл деген сияқты, сондай әр жыл сайын бір ірі нәрсені фокус қоюға таңдап алсаңдар болады. Мысалы, 2025 жыл мен көбірек жұмысқа және денсаулыққа көңіл бөлдім деп айта аламын. Яғни менде жұмыс ажырамас бөлік. Бір нәрсеге фокус қоямын десем де, жұмыс менен ешқашан кетпейді. Сондықтан да көп жағдайда мен денсаулығыма назар аудардым деп ойлаймын. Өйткені анализ тапсырдым, витаминдер ішіп бастадым, состояниемді көтердім. Өйткені жылдың басы менде аурумен басталды. Одан кейін барып тісімді емдеттім. Бұйырса алдағы уақытта элайнер салам деген сияқты сондай бір мақсаттарым бар. Сол сияқты сендерде әр жылды бір нәрсеге фокус қоюға болады. Егер бір нәрсеге фокус қою қиын болып жатса, кемінде 3 нәрсе алсаңдар болады. Денсаулық, жұмыс, жеке өмір. Немесе оқу, жұмыс, жеке өмір деген сияқты нақты бір осы жылы көбірек фокус қоятын өздерінің бір салаларында таңдап алсаңдар болады. Енді
ары қарай мен өзімнің қалай мақсат қойғанымды, 2025 жылы қандай мақсаттарымды орындағанымды, қалай классификацияға бөлгенімді осы жерде бір көрсеткім келіп отыр. Мына жерде менде Notion приложениясын қолданамын. Бұл жерде менде кітап бойынша мақсаттарым, жұмыс бойынша мақсаттарым, стратегия, жалпы барлығы жазылады. Негізі осыны қолдануға кеңес берем. Барлық ойларым, барлығы осы жерде тұрады. Мысалы, мына жерден менде барлық мақсаттарым жазылмаған. Қысқа нұсқа ең басты деген, сендерге пайдалы болады деген мақсаттарымды көрсетіп отырмын. Ең біріншісі ол әрине материалдық мақсаттар деп біріншіге қойдым. Материалдық мақсаттар бойынша менде осындай ақшаны қорға жинау деген мақсат болды. XX деп қойдым. Енді нақты суммасымен бөлісе алмаймын. Бірақ ол шүкір орындалды. Қазір желтоқсан айы мен өзіме анализ жасап, галочкалар қойып шыққан болатынмын. Одан кейін екінші мақсат тағы да бір квартира сатып алу деген мақсат болды. Шүкір ол орындалды. Бірақ ол қандай квартира, оның барлығын алдағы уақытта сендермен бөлісетін боламын. Үшінші нәрсе акция, инвестицияны көбейту болды. Акция, инвестицияға ақша бөліп бастадым осы жылы. Оны да жасап бастап, жалпы пассивный доходты қалыптастырған болатынмын. Одан кейін материалдық емес мақсаттар деген бар. Ол ең бірінші ай сайын қайырымдылыққа кемінде 5 миллион бөліп отыру деген мақсат қойған болатынмын. Оны шүкір жасадым. Екіншісі студенттермен кездесіп тегін ақыл кеңес беру. Біз комьюнити аясында кездескен болатынбыз. Әр ай сайын студенттермен кездесіп, оларға ақыл кеңестерімді берген болатынмын. Одан бөлек мен бұл жерде университеттерді аралаймын деген ой болды. Бірақ дегенмен ол мақсатым енді жаңа жылдан кейінге қойылды. Бұйырса жаңа жылдан кейін де университеттерге барып студенттермен байлансам деп ойлаймын. Одан бөлек 5 жас кәсіпкерге тегін консультация беру. Оны да орындадым. 5 кәсіпкерге тегін консультация берілді. Одан кейін денсаулыққа қатысты мақсаттар, барлық тісімді емдетіп шықтым. Одан кейін тісіме элайнер салу, енді бұл келесі жарты жылдыққа қалды. Осы жылы үлгермедім. Келесі толық 100% тексерістен өту. Бұл да тексерістен өтілді, қан тапсырылды. Жалпы өзімнің денсаулығыма анализ жасалды. Келесі жұмысқа қатысты мақсаттар, енді 2025 жылы осындай табысқа жетіп, 2026 жылға дейін осындай табысқа жету деген мақсат болған болатын. Ол енді нақты анализ әлі шыққан жоқ. Бұйырса бізде командада отчет қорғау осы жақында болады, басшылар қорғайтын болады. Сол кезде анализ жасайтын боламыз. Дегенмен мен білетін, қазірге дейін білетін ақпарат бойынша ол да орындалды. Шүкір. Одан кейін 2025-26 оқу жылының барлық жұмыс процестерін реттеп жазып шығу. Маусым айынан бастап мен бұған көңіл бөліп, барлығын жазып шықтық. Стамбулға да барып реттеп келдік. Одан кейін методика, видеосабақ, материалды жаңарту. Осы оқу жылына жаңа видеосабақта, материалдар да жасалып жатыр. Енді жеке даму мақсаттары бойынша 36 кітап оқып бітіру дедім. Мен 10 кітап бітірген екенмін. Өкінішке қарай кітабымның жоспарын орындай алмадым. Бұл енді өзімді ақтап алу, сылтау болып көріну мүмкін, бірақ шынымен де жұмыспен үлгермедім деп айтуға болады. Енді келесі жарты жылдықта дұрыстап осы 36 деген қайтадан мақсат етіп 2026 жылы орындаймын деп отырмын. Одан кейін 5 курс оқып бітіру, бұны бітірдім. Бітіргенде мына жерде былай нархоз MBA-ді бір сабақ өтті, бірақ ары қарай да оқып жатырмын. Қалған курстарды бітірген болатын, бірақ аномалияда тағы да көретін курстар бар деген сияқты. Келесі 5 мықты тұлғалармен кездесіп таныстым. Енді ол кісілермен бөлісе алмаймын. Келесі 5 фильм көру деген мақсат болған екен, ол көрілді. Және де 50 подкаст көру деген, ол менде переплан болып кеткен. Мен подкаст өте көп көргем. 60 шақты подкаст көріп бастағам. 3 рет концертке бару орындалды. 3 рет театрға бару, өкінішке қарай мен бір-ақ рет бардым. Бұл толық орындалған жоқ. Бұдан бөлек жеке брендке қатысты мақсаттар бұйырса біз жақында осы ай толық біткен кезде тағы да қарастырамыз. Енді Instagram бойынша 40 мыңға жету, YouTube бойынша 20 мың, TikTok бойынша 50 мың, Telegram бойынша 15 мың деген сияқты мақсаттар болған. Негізі басында бұдан да көп мақсат қойғанмын. Сосын барып қазіргі жағдайға қарап кішкене тым қатты көп алып кеткен сияқтымын деп азайтқан болатынмын. Одан бөлек 5 подкастқа түсу деген мақсатым болды, бірақ мен 5 подкастқа почти шақырылдым. Бірақ мен жұмыспен уақытым жетпегендіктен келесі жарты жылдыққа қалдырдым. Берсе келесі жарты жылдықта түсетін болам. Одан бөлек менде саяхатқа қатысты мақсаттар болды. Дубайдан бастадым. Турция, Баку,
Испания, Италия, Швейцария және жақында Турция, Стамбулға барып келген болатынмын. Менің мақсаттарым осындай. Бұдан бөлек те енді мақсаттарым бар, толық бөлісе алмаймын. Дегенмен сендерге үлгі ретінде көрсетіп жатырмын. Мақсаттарыңды осылай бөліп тастап жазсаңдар болады. Және де міндетті түрде ескерту, мақсат қойғаннан кейін астында міндетті түрде әрекеттер болу керек. Мына мақсатқа мен қалай жетемін? Бірінші, екінші, үшінші. Енді мен көбіне өзім тарапынан жасалынатын мақсаттар бар. Өзім әрекеттер жасап, ол әрекеттерді өзім орындаймын. Мысалы, жұмысқа қатысты мақсаттар болсын, жеке брендке қатысты мақсаттарды мен уже командамен жасаймын. Мысалы, мен 40 мыңға оқырманға жету десем, Инстаграмға жауапты командаға да ол мақсатқа сай әрекеттерді тапсырма етіп беремін. Ал енді саяхатқа қатысты, жеке дамуға қатысты мақсаттарды енді өзім жасаймын деген сияқты. Сондықтан да мақсат құрғаннан кейін міндетті түрде оның әрекеті жазылу керек, и әрекет жоспарға айналу қажет. Жалпы бүгінгі видеода мен сендермен мақсат құрудың маңызын және де қалай мақсат құру керек, өзімнің мақсат құру тәсілдерімен бөліскен болатынмын. Соңына дейін көргендер үшін көп рахмет. Осы видео сендерге 2026 жылға жаңа деммен, жаңа энергиямен күшті мақсаттар қойып, күшті бастауға жақсы әсер етті деп сенем. Сондықтан да барлығыңа 2025-ке қорытынды жасап, 2026 жылға жаңа өздеріңді шабыттандыратын мақсаттарды қоюға тілектеспін. Мен әрқашан айтам оқушыларға да, командама да, таңертең бізді ұйқыдан будильник емес, бізді мақсат ояту керек дейді. Яғни таңертең тұрған кезде мен не үшін өмір сүріп жатырмын, бұл жұмысты не үшін жасап жатырмын деген сұрақтардың барлығына біздің өмірге қойған мақсаттарымыз жауап береді. Сондықтан да мақсатсыз өмір сүрмей, мақсатпен бірге үлкен белестерді бағындыра берейік. Бәріңе сәттілік тілеймін. Сау болыңдар.